Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар ма отырыңыздар? Көңіл күйіңіз қалай оқушылар? Тамаша, өте жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фантазия. Біз алдыңғы сабақтан бері ғылыми фантастика бөлімін өтіп жатырмыз, иә? Соған сәйкес бүгін біз фантазия тақырыбын өтеміз. Ал жақсы оқушылар, олай болса, ең бірінші сабақ мақсатымызбен таныс болайық, иә? Дәптерлерімізді ашып, оқулықтарымызды ашып, бүгінгі сабақ мақсатымызды дәптерімізге жазып алайық. Сабақ мақсатымыз мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау жазып алайық. Жақсы оқушылар, сабақ мақсатымызды жазып болса, қарай сабағымызды жалғастырайық. Ең алдымен өткен сабақты еске түсіру үшін мен сіздерге бір сұрақтар берейін. Қар кесегі әдісі арқылы өткен сабақ пен жаңа сабақты. Жақсы, олай болса, бірінші сұрағымызды Болатқа берейік. Болат, қар кесегі әдісі бойынша қиял дегеніміз не? Қиял дегеніміз адамның өз ойынан туындайтын нәрсе. Дұрыс-ақ, жақсы. Жақсы, ары қарай Нұрай бізде жауап береді. Қар кесегі әдісі бойынша қиял ғажайып әңгімелер дегенді қалай түсінесіз? Қиял ғажайып әңгімелер дегеніміз адамның қиялынан туындайтын оқиғалар. Дұрыс-ақ, жақсы, жарайсың. Жақсы, Нұрай, ары қарай Аружан, сізге сұрақ. Қандай қиял ғажайып туралы кино, немесе жаңа шығармалар білесің? Ретроспект, Туылған мультфильмдері және Айдағы жасырынбақ шығармасы. Онда балалар айда саяхаттап және жасырынбақ ойнайды. Дұрыс-ақ, жақсы, жарайсың. Енді ары қарай бізде Абдрахман. Қиял ғажайып шығармалар саған ұнай ма? Несімен ұнайды, ұнаса? Ұнайды. Өткен адамның миына қонбайтын нәрселер туындайды. Жақсы. Аян, сен қиялдай аласың ба? Әрине, мен қиялдай аламын. Иә. Әрбір адам қиялдағысы келеді. Дұрыс-ақ. Қиялын жүзеге асырғысы келеді да, және? Жақсы, тамаша, отыра ғой. Ал жақсы, соңғы сұраққа кезек берейік. Аружан, қиял мен арманның айырмашылығы неде? Жауап бере ғой. Қиял бір нәрсені көріп, оны ары қарай жетілдіру. Қиялын ары қарай жетілдіру, оның шегі жоқ. Ал арман дегеніміз ол алға қойған мақсатқа бағытталған ой. Дұрыс-ақ, тамаша. Ал жақсы оқушылар, олай болса ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Біздер өткен сабақ пен жаңа сабақты байланыстырып бірнеше сұрақтарға жауап алдық, иә, бүгінгі тақырып бойынша фантазия дегеніміз не, қиял дегеніміз не, қиял мен арманның айырмашылығы қандай? Сол туралы кейіннен өзіміздің сұрақтарымызға жауап алған болатынбыз да. Ары қарай енді бүгінгі біздің тақырыбымызға сәйкес фантазия туралы мен сіздерге мәтін үзінділерін оқиын, иә? Сол мәтін үзінділерінен өздеріңіз ары қарай ой өрбітіп жазасыздар. 3 топқа бір мәтін беремін, сол мәтін бойынша әр топ өз ойларын жазуы қажет. Енді бұл тапсырма бізде кейс стади әдісі арқылы өтеді. Ал жақсы оқушылар, ендеше олай болса бұл тапсырмамыздың дискрипторы мәтін үзінділерін тыңдаймыз және оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжаймыз, иә? Бағалау критерийлері мынандай критерийлерге сүйеніп мәтін үзінділерін тыңдай алады және оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжай алады. Жақсы, олай болса тапсырманы орындауға кірісейік. Жақсы оқушылар, мен сіздерге мәтін бердім, сол мәтін бойынша оқиғаның дамуы және аяқталуын сіздер өз топтарыңызбен болжап жазасыздар. Ал Аружан кімді? Фантазия сөзінің қазақша қиял сөзін нақты ашып беретін сияқты. Қиял біздің арманымыз, ойларымыз, қиялымыз, елестетуіміз. Өз фантазиясы арқылы адам өз жоспарын ойлап, болашағын құра алады. Фантазия біздің шынайы өмірімізді көркемдеп, жарқырата түседі. Фантазия адамды алға қойған мақсатқа жетуге ұмтылдырады. Жақсы оқушылар, тамаша. Аружанның жауабы олай болса, Аружанның жауабын от шашу әдісі бойынша енді келесі топ бізге Нұрайдың тобы, иә? Ол топ қалай жауап берді екен бұл тапсырма бойынша назар аударайық. Нұрай? Қиял барлық дүниенің негізі. Қазіргі өмір сүріп жатқан ортамызда көп нәрселер қиялдың негізінде келді. Қиялдың барлығы адамның өмірін жеңілдету негізінде пайда болған. Жалпы қиял өмірдің гүлі. Тамаша, қиял өмірдің гүлі деп өз ойын қорытындылаған екен. Мәтінді солай қорытындыладыңыздар да. Жақсы, отыра ғой, тамаша.
ізділігі. Арман адамның болашақтағы қиялын іске асуы. Жақсы қиял ізгі адами қасиеттерден пайда болады. Әр адамның қиялы әртүрлі және ол шексіз. Қиял адамның ойын, болашаққа деген көзқарасын өзгертіп дамытады. Тамаша, жақсы. Бізде жалпы Аружанның бүгінгі тапсырма бойынша жауабын бағалаймыз. Ал жақсы оқушылар, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі фантазия тақырыбымызды ашу үшін мен сіздерге тағы бір тапсырма берейін. Эйлер шеңбері әдісі арқылы мен сіздерге постер қорғауға беремін. Берілген сөйлемдерге дәлелді жауап жазуымыз қажет. Бірінші топ бізде фантазиясыз жаңадан бір нәрсені ойлап табу мүмкін емес деген сөйлемді дәлелді жауаптар арқылы жазады. Екінші топ фантазиясыз адам өмірі онсыз, түссіз бір нәрсеге айналады. Үшінші топ адам неғұрлым білімді тәжірибелі болса, қиялы да сонша бай болмақ деген секілді үш сөйлемді өз дәлелдемелеріңізбен маған Эйлер шеңберінен сызып постер арқылы қорғап көрсетесіздер. Түсінікті ғой оқушылар? Жақсы, олай болса тапсырма орындауға кірісейік. Оқушылар, енді осы тапсырмамыздың дескрипторы берілген сөйлемдерге дәлелді жауап жазамыз. Топта талқылап, дәлелдемелерді топта мына жерге қорғап оқимыз. Және мынадай бағалау критерийлері берілді сіздерге. Берілген сөйлемдерге дәлелді жауап жаза аламыз. Топта талқылап, дәлелдемелер көрсете алады деген критерийлер арқылы сіздерді бағалайтын боламыз. Жақсы, олай болса тапсырма орындауға кірісейік, оқушылар. Мұқия, тапсырмамызды орындайық, оқушылар. Барлық топ жұмылға кірісеміз, себебі ол постер қорғаймыз. Сондықтан Мұқия тапсырманы орындайық. Тамаша, жақсы. Жақсы оқушылар, дайынбыз ба? Дайын болса, Нұрайдың тобы келе қойыңыздар тақтаға. Фантазиясыз жаңадан бір нәрсені ойлап табу мүмкін емес деген сөйлемді сіздер қалай дәлелдейсіздер сіздің топ? Мүмкін емес, нәтиже жоқ деп ойлаймын. Фантазия қиялдан туғызады, ал қиял Нұрайдың емес, нәтиже жоқ деп ойлаймын. Фантазия қиял бұл адамның ойынан пайда болады. Қиял уақыт өткен сайын шындыққа айналып келеді. Сан адамның қиялдаған нәрсесі уақыт өте келе бір жағын олар тауып жатыр. Осы екі мәтіннен айтылған әлемді, яғни фантазиясыз біздің әлеміміз дамымас еді. Жақсы, тамаша, тұра қойыңыздар. Жақсы, тамаша, Нұрайдың тобы ары қарай бізде әлемнің тобы дайын екен. Фантазиясыз адам өмірі өңсіз, түссіз бір нәрсеге айналады деген сөйлем сіздер қалай дәлелдейсіздер. Келе қойыңыздар, Нұрай. Әлем болады. Мен фантазиясыз адам өмірі үнсіз, түссіз бір нәрсеге айналады дегенді бұлай дәлелдегім келеді. Фантазиясыз адам ештеңе ойлауы мүмкін емес. Фантазия әдемілік сезіміне, қиял барлық дүниенің негізі. Қазіргі өмір сүріп жатқан ортамыздағы көп нәрселер қиял негізінде дүниеге келген. Тамаша, жақсы, отыра қойыңыздар, әлем болады. Тамаша жауап, жарайсыздар. Енді бізде үшінші топ, Аружан, айнасын келе қойыңыздар. Сіздердің бүгінгі сөйлемдеріңізде адам неғұрлым білімді тәжірибелі болса, қиялы да соғұрлым бай болмақ. Сіздер бұл сөйлемді қалай дәлелдейсіздер? Өз ойларыңызды қалай қорытасыздар? Тоқтат шейін. Жақсы, олай болса Аружанның тобы қалай жауап береді екен? Арман мен қиял деген сөздер бір-бірімен тығыз байланысты сөздер, бірақ олардың бірнеше айырмашылықтары бар. Фантазия болмаса қазіргі смартфон, көлік, тоқшақ секілді заттар шықпайды. Осындай себептермен адамның қиялы терең, бай болады десек, оның білімді болуына талпынуы қажет. Жан-жағын танып білу керек. Міне сонда адамның қиялы өткір һәм бай болмақ. Дұрыс-ақ, тамаша оқушылар. Өте керемет жауап. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар, тамаша. Фантазия туралы бір шара мәлімет алдық деп ойлаймын, иә, солай ма? Жақсы, олай болса бүгінгі сабағымызды қорытындылайық, кері байланыс берейік. Бізде кері байланыс желпуіш әдісі арқылы жүреді, әрқайсымызға алдымызға желпуіштің бейнесін таратып, соған бүгінгі сабаққа қандай тапсырма ұнады, нені түсіндіңіздер, нені түсінбедіңіздер, нені түсіну керек алдағы уақытта, соны жаза қояйық. Тездетіп бүгінгі
сабағымызды қорытындылай қояйық оқушылар. Жақсы оқушылар, жас болып па сабағымызды қорытындылайық. Кім өзінің кері байланысын береді бүгінгі сабаққа қатысты? Нұрай, кері байланыс бере ғой. Нұрбек, Нұрай. Иә, оқи ғой. Сабақ қандай тапсырма ұнады? Бүгінгі сабақ маған өте қызықты болды. Ең қатты ұнаған тапсырма эйр шеңбері арқылы Тапсырма орындау, иә? Тамаша, жақсы отыра ғой. Мұнарбек, сен бүгінгі сабаққа қалай қорытындылайсың? Саған қандай бүгінгі сабаққа кері байланыс береді екенсің? Бүгінгі сабақта мен қиял туралы ойлауды елестету, армандау арқылы сабақты жақсы түсіндім. Өмірді жаңа көзқараспен ішінде жан тоқымысынан бастау ауыру ішінде өмірге фантазия керек. Біз қиялдай білуіміз керек. Жақсы, тамаша, кері байланыс. Ары қарай, Али. Бүгін сабақ бойынша ғылыми фантастика тақырыбы туралы сабақ өттік. Топ бойынша жақсы жұмыс жасадық. Маған сабақ ұнады. Маған ұнаған тапсырма қар әдісі. Қар кесек әдісі, иә? Дұрыс, тамаша, сұрақтарға жауап беру әдісі арқылы өткен тапсырмамыз ұнаған екен. Жақсы отыра ғой. Оқушылар, бүгінгі сабақты түсіндік пе? Жақсы. Сабақ мақсатына жеттік деп ойлайсыздар ма тапсырмалар арқылы? Жақсы оқушылар, олай болса бүгінгі сабағымызды қорытындылайық, иә? Біз бүгін фантазия туралы біршама мәліметтермен таныстық, иә? Фантазия туралы мәтін үзінділерін болжап жаздық өз ойымызбен және эйлер шеңбері әдісі арқылы өзіміздің дәлелдемелерімізді келтіріп жаздық және сабағымызды қорытындылап жеткізу әдісі арқылы өздеріңіздің ойларыңызды жаздыңыздар, иә? Тамаша, жақсы.